Ассалаумағалейкум, армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің бейне жазбамыз Қызылорда темір жол вокзалы туралы қысқаша мәлімет беріп өтпекпіз. Қызылорда қаласындағы Қызылорда темір жол вокзалы аймақтың маңызды көлік торабы әрі тарихи сәулет ескерткіші болып саналады. Вокзал, темір жол вокзалы 1905 жылы салынған бір қабатты ғимараттан және 1969 жылы қосылған 3 қабатты ғимараттан тұрады. Ғимараттардың жалпы ауданы 2257 метр квадрат шаршыны құрайды. Вокзал туралы негізгі мәліметтер: қызмет көрсету қабілеті жөнінен тәулігіне 1000 жолаушыға дейін қабылдайды. Құрылымдық ерекшеліктерін атайтын болсам, 2 күту залы, бір ана мен баланың тынығу бөлмесі, бір медициналық пункт, бір демалыс бөлмесі, кедергісіз қолжетімділік үшін 2 пандус орнатылған. Отырғызу орындары күту залдарына 68 орын сияды, перронда 32 орын. Вокзал ғимараттары мен аумағын қайта жаңғырту жұмыстары 2023 жылы басталып, Қазақ жоба құрылыс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің демеушілігімен жоба сметалық құжаттама әзірленді. Сәуір айында Қызылорда облысы әкімдігі мен Қызылорда темір жол бірлесіп, вокзал ғимаратын коммуналдық меншікке беру бойынша жол картасы бекітілді. Қазіргі уақытта Интегастрой жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 1905 жылы салынған бір қабатты ескі ғимараттың сыртын қайта жаңғыртуда. Қазақстан темір жолы күрделі жөндеу жұмыстарына шілде айында конкурс жариялады. Мердігер мекеме Берсугер жауапкершілігі шектеулі серіктестігі вокзалдың әкімшілік ғимаратына жөндеу жұмыстарын бастады. Қызылорда қаласының әкімдігі 2 перронға және автотұраққа жалпы көлемі 3700 шаршы метр асфальт төседі. Сонымен қатар 1000 шаршы метр аумаққа құм аралас тас төсеп, асфальттауға дайындық жұмыстары жүргізілді. Жолаушылар пойыздарының қозғалысы Қызылорда темір жол вокзалының еліміздің түрлі қалаларына және шетелдерге бағытталған жолаушылар пойыздары қатынайды. Мысалы, атап айтатын болсақ, Алматы, Семей, Көкшетау, Петропавл, Павлодар, Түркістан, Атырау, Шымкент, Орал, Маңғыстау, Ташкент, Мәскеу, Бішкек қалаларына бағытталған пойыздар бар. Пойыздардың қозғалысы кестесі мен тоқтайтын күндері туралы ақпараттарды ресми сайттан табуға болады. Қызылорда темір жолының вокзалының орналасқан жері Қызылорда қаланың орталық бөлігінде орналасқан, бұл оны жолаушылар үшін қолжетімді етеді. Нақты мекен-жайы мен байланыс деректері ресми сайтта жарияланған. Қазақстан темір жолы Қызылорда темір жолына бүгін көрдім, саябағы керемет, абаттандырылған және қала қонақтары келген қонаққа ерекше әсер береді. Жөндеу жұмыстары өзімнің көңілімнен шықты, қала тұрғыны ретінде. Және де осы мәліметтерді сіздерге ұнаса, арнамызға тіркеліп, бағалап, бөлісіп өтсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Сіздерге алдағы уақыттарда жақсы бейне жазбалар, тың ақпараттар, осы Қызылорда қаламыз туралы тың ақпараттар болса, алдағы уақытта шығарамыз деген ниеттеміз. Жақсы, қош сау болыңыздар. Келесі кездескенше.